Сондықтан парасаттылық керек бізге, байсалдылық керек, даналық керек, хикмет керек, көрегендік керек, сауаттылық керек. Бірінші кезекте уағызда тыңдамайтын болғанбыз. Ана Русекең сықылды уағыз жазатын бір бауырымыз айтады маған. 1 сағат, 1 жарым сағат айтады, маған ешкім тыңдамайды дейді ұстаз. 10 минуттан 5 минуттан қиып шығарайық дейді. Тіпті жамағаттың өзі дәріс тыңдаудан қалған. Айтады, маған ешкім тыңдамайды дейді ұстаз. Мына сіз бөліп шығарсаңыз, сонда жамағаттың өзі жаңа 1 минуттық, 2 минуттық қана тыңдайтын болып қаппыз да. Ананы киноны сағаттап отырып көреміз, 2 сағаттық қысқа болып қапты мынау дейді. 2 сағат көреді ана киноны. 1 сағат емес, 10 минуттық уағыз тыңдауға ерінеді да, сон 5-ақ минут шығу керек ана уағыз. 1 минуттық, 2 минуттық дейді. Қысқарып келе жатыр. Бұрын 15 минут деп жазғызатын да біздерге. Онда қазір айтады, 3 минутқа сыйғызуымыз керек дейді. Біраздан алып тастай салатын шығар, керек жоқ деп жаңа. Бүйтіп ат жазылып тұратын шығар. Ат қана жазылып тұратын шығар бүйтіп. Солай. Біреуді жамандаған, біреуді сынаған бір уағыз шықса бәрі тыңдайды. Ат кетеді аның астында просмотр деген нәрсе. 50-40 мың кетеді ана. Ал енді анау бұрыннан ақида сабақтары, ақида жаңағы таският нафс, кімдердің небір уағыздарын, армандардың, мысалы жаңағы шейхтардың уағыздарын тыңдасаң, жаңағы 1 мың, 2 мың кірем мен ана кейде бақылаймыз. Діни басқарманың сайтында тұрған уағыздарды қарасаң, 1 мың, 1,5 мың, 2 мың оқымайды. Ойбай, ана бірдеңе тақырып қою керек олар анау елең ете қалушында. Сөйтіп ана елең ете қалғанда ішінде болмаса, қойшы дейді. Ал енді анау жаңағы жүректі 4-ке бөліп тұрып, ең көп тыңдалған уағыздардың бірі. Бір сондай бір маңызды ма деймін да мен таңғаламда. Анау хит болып кеткен да. Мен ойым соны ер адамдар тыңдаған шығар, әйел адамдар емес. Жаңағы ұру керек, соғу керек, сондай уағыздар айту керек та жамағатқа жаңағы. Ал енді жаңағыдай бір мейірімділік, бауырмалдық, сабырлық. Ола жан, сабырлық қой дейді, сабыр білеміз қой дейді. Жауап қоя салады жаңа. Ана жерде тема, тыңдайды ішім. Мынау ештеңе айтпапты қой дейді. Сонда оған не айту керек? Президентті жамандау керек, муфтиді жамандау керек, әкімдерді жамандау керек. Сондай уағыз ұнай ма сонда? Керісінше оны аз көріну керек қондай нәрселер. Мынау дұрыс болмаған мынау. Әркім өз ішіне жауапты, ертең жауап береді. Бізден сұрамайды, Алматының қары күрелді ме, күрелмеді ме? Бізден сұрамайды оны. Оған жауапты адамдар, оны неменеге біз бас қатырамыз? Баламыз қарға батып қалды ма? Құдайға шүкір, тротуарды тазалап берді. Солай ма тәке? Сондықтан әркім өз ішімізге жауапты болуымыз керек. Алла тағала жеңілдік берсін.